Мен Ғилаж Гүлжихан Бекмырзақызы, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің түлегімін. Қазіргі таңда Орал қаласындағы 5-ші қалалық емханада дәрігер болып жұмыс атқарудамын. Менің бұл жолым бала арманымнан басталды. Кішкентай кезінде ақ халат киген жандардың өмір сақтап жатқанын көріп, мен де солардың бірі болғым келген. Бірақ арманға жету оңай емес еді. Ұйқысыз түндер, күрделі дәрімендер, ата-анадан алыс жырақта болу, мыңдаған беттік медициналық атластар, әрбір емтихан болашақ науқасымның алдындағы үлкен жауапкершілік екенін сезіндім. Қазіргі таңда мен өз таңдауымның дұрыс екендігіне сенімдімін. Дәрігер болу тек қана емдеу емес, сонымен қатар әр науқасқа үміт сыйлау. Дәрігер болу ақ халатты кию емес, әр науқастың жанын түсініп, оған шипа болу. Мен өз таңдауыма сенімдімін. Менің міндетім тек қана емдеу емес, әр науқастың жүрегіне жол таба білу, әр науқасқа үміт сыйлау. Көптеген мамандықтардың ішінен біреуін таңдау, ол өте қиын. Бірақ менің таңдауым өмірді сақтау. Әр өмір мен үшін өте қымбат бағалы.